Senin çort bratаның. 2005-терден сапалақ жеп қалыпсың ғой сен? Сапалақ жеген. Жеп қалдым конкретно бүйтіп әңгіме айтып тұрмын. Бүйтіп қарап қойдым, нечаянно шақ етіп бөріп 15 баласы тұр, просто ұрайын десем. Кешкісін үйіне барып едім, братанымен шықты да, тағы шапалақ жеп қалдым ана жерде. Сөйтіп байтақ айтты заттарды жинап ауылдан көшіп кеттік. Інім двордың алдына шығып келе жатамын ғой. Үш здоровый мужик тұр екен. Бергеш деп. Ей, в смысле бергеш деп қасына бардым да, портмені, телефон, ақша бәрін бердім де. Не алды деп кетіп қаласың ғой. Жаман қыға. Еске айтып салсың. Үндемей қалды. Дәң кетті. Беті ішіне кіріп кеткен ғой. Жаман ұрып жатыр екенсің да. Жоқ, менің бетім кіріп кетті ғой. Врачтар екі жағымнан қысып бетімді әрең шығарып алды. Бір ай, 1,5 ай ма, 3 жылдай ма жаттым. Сен ана 2005-те қайраттан жеңіліп қалыпсың ғой разында. Жеңіліп қалған. Бүкіл ауыл айтып беріп отыр маған. Жоқ, просто мен төбелесейін десең, шын ертең ағасын шақырып келеді, артынан батясы келеді, артынан атасы келеді, үлкен кісілерді әуре қылмайын дедім.